Таңғы самал еседі. Ақбілек жаңа күнге үмітпен қарайды. Алда оны үлкен өмір күтіп тұр. Жеңгесі Ұрқиямен әңгімелесіп отыр. Екеуінің жүзінен мейірім мен тыныштық сезіледі. Ауыл сыртында жылқы бағып жүрген Бекболат алыстан Ақбілекті ойлап көз тастайды. Ақ әскерлер ауылға келеді. Халықтың жүзінде түсініксіз қобалжу бар. Ақбілек терезеден қарап, жүрегі қобалжып тұр. Ұрқия сабырға шақырады. Үй ішінде офицер мен сарбаздар қатал сөйлесіп тұр. Ақбілек үнсіз, бірақ ойлы. Кешкі аспан бұлттанып тұр. Ақбілек жалғыз жолға түсіп, үміт пен қорқынышты бірге сезеді. Таулы орманда тыныштық. Ақбілек ағаш түбінде отырып, өткенін еске алады. Ауыл жігіттері жол қарап жүр. Бекболаттың жүзінде алаң мен үміт аралас. Өзен бойында отырған Ақбілек суға қарап ойға шомады. Тағдыр жолы қиын болса да ол мойыған жоқ. Таң шапағы төгіліп келеді. Ақбілек ауылға қарай бет алып, жаңа өмірге үміт артады. Ауыл адамдары оны көріп таңырқайды. Бірі аяйды, бірі түсінбей қарайды. Мұқаш өсек таратып жүр. Бірақ Ақбілек үндемей, бәріне сабырмен қарайды. Ай жарығында жалғыз қалған Ақбілек көз жасын сүртеді. Бірақ жүрегінде уайым бар. Таң ата ол дорбасын алып, қалаға жол тартады. Алдында жаңа үміт, жаңа өмір. Қала көшелерінде өмір қайнап жатыр. Ақбілек алғаш рет үлкен әлемге қадам басты. Ол кітап оқып отыр. Әр жолдан өзіне жаңа әлем, жаңа сенім табады. Балташ есімді жас жігітпен танысты. Оның жылы сөзі Ақбілектің жүрегін жылытты. Екеуі көктемгі бақта серуендейді. Ақбілек алғаш рет еркін тыныс алды. Айна алдында өзіне қарайды. Енді ол бұрынғы қорқақ қыз емес, мықты әйел. Ақбілек мектепте балаларға сабақ беріп тұр. Білімге толы көздері шабыт шашады. Ол хат жазып отыр: мен өз жолымды таптым. Өмірім енді өз қолымда. Күн батып барады. Терезе алдында тұрған Ақбілек өткен өміріне алғыс айтады. Ақбілек бейнесі жылы жарықта қалып, өмірге нық қарап тұр. Ақбілек қазақ қызының білім мен еркіндікке ұмтылған символы.